марапаттаймыз. Сонымен қатар 18 шақырымдық ертіс баян кап турнирінде 5-ші орын иеленген солтүстік Қазақстан облысы Төлкібай Өмірзақов мырзаның Чародей атты сәйгүлігі 5-ші орын. Шабандозы Абылмансур Нұрулла. Рахмет, мінекей Нұрулла дайын болып дегенше біз арғарай 4-ші орын жеңімпазын марапаттайық. Бар ма, Нұрулла бар ма? Аламан бәйге 5-ші орын жеңімпазы бар ма? Арғарай жалғастырайық, қадірлі ағайын. 4-ші орын Алматы облысы Сапарғали Сатпаев мырзаның Шаңғобыз атты сәйгүлігі Мерекали Полин шабандозы. Құрметті ағайын, бапкері Жамбыл Бөбекбай. 4-ші орын Шаңғобыз. Сонымен қатар, қадірлі көпшілік, елімізге, жерімізге келген қонақтарға орын берейік деп сыйлап, 3-ші орын алған Павлодар облысы Иісқазақтың сүйікті тұлпарына айналған Жасыбай Нығманов мырзаның Амарат атты сәйгүлігі 3-ші орын Нұрасыл Бекбатыр шабандозы. Қол соқ қойыңыздар. 2-ші орын Абай облысы Мейрамхан Искаков мырзаның Қарлығаш атты сәйгүлігі Амир Сиралла шабандозы. Абай облысы 2-ші орын. Сонымен қадірлі көпшілік маэстро, құрметті ағайын, керемет тартыс көрсеткен, керемет жарыс көрсеткен, соңғы сәтте суырылып шығып, мәре сызығып 1-ші болып кесіп өткен Қырғызстанның сәйгүлігі Ысталбек Жаманқұлов мырзаның Көлсай атты сәйгүлігі Алижан Мансур шабандозы. Қырғызстан! Әділет мырзаға үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті ағайын, Қырғызстанның тұлпары мынау атақты, ардақты атбегі мінекей. Орынбай ағамыздың сөзі бар ғой, Қырғызстан Ауғанстан емес қой, ол да өзіміздің бауырымыз, ол да өзіміздің туысқанымыз дейді. Құрметті ағайын, бір туған қырғыз ағайындарға бір қол соғып қойыңыздар, жеңіс құтты болсын деп. Қырғызстан!